Сәлем достар, сіздермен бүгін зебра пирогын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқамыз комнатный температурада болу керек. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін ертілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Барлық ұнды бірден қоспаймыз, 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосып отырамыз. Дайын болған қамырымызды 2 бірдей ыдысқа тең етіп бөліп аламыз. Біреуіне 2 қасық какао қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Какаомызды міндетті түрде електен өткіземіз. Әйтпесе осындай түйіршік болып қамырдың ішінде жүрсе, ол дұрыстап піспейді. Пирогымызға сапалы какаоны пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. 2 таза қасық алып, формамызға 2 қасықтан 2 қамырды тең етіп, кезекпен кезек салып шығамыз. Негізі қамырды теңдей таразымен бөліп алған дұрыс. Менде какаосы қосылған қамыр көп болып кеткеннен кейін зебрамның түсі көбінесе қоңырқай болып кетті. Егер де теңдей бірдей болса, бұдан да әдемі болып шығатын еді. Шпажканың көмегімен осындай өрнектер салуға болады, немесе дәл қалай салдыңыз, солай да қалдырсаңыз болады. Әркімнің өз талғамына байланысты. Қызып тұрған духовкада 40-45 минут пісіріп аламыз, 170-180 градуста. Пирогты әбден суытып алғаннан кейін турап жіберсеңіздер болады. Пирог жұмсақ әрі тәп-тәтті болып шығады. Ас болсын. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.